Сырым Датұлы кім? Көтерілістің себептері қандай? Зерттеушілер Сырым Датұлы жөнінде не жазды? Көтерілістің тарихи маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Сырым Датұлы кім? Сырым Датұлы қазақ тарихында ерекше орын алатын тұлға. Ол тек қазақ даласына ғана емес, сол кездегі қазақ даласымен көршілес өзбек, қырғыз, түркімен елдерімен түркі тілдес халықтарға аты шыққан тарихи тұлға. Қазақтарды енді ғана бодандыққа ала бастаған ресейліктер қазақтың Сырым батыры жайлы хабарға ерекше мән беріп отырған. Сырым Датұлы қорғаған кіші жүз қазақтарының құқықтары. Ең алғашқы төменгі әкімшілік басқару құрылымы Париж коммунасы 1789-1794 деп саналып келсе, Сырым Датұлы одан 4 жыл бұрын қазақ даласында халықтың өзін-өзі басқаруының негізін қалады. Ең алғаш рет қазақ даласындағы хандық басқарудың орнына кіші жүз аумағында халықтың өзін-өзі басқару түрі халық жиналысын енгізді. Халық жиналысына көшуге патшалық Ресейді көндіріп, отар болған қазақ даласында алғаш рет Ресей заңына емес, қазақтардың ата-бабасынан қалған ережелеріне бағынатын әкімшілік аймақ құрды. Осы заңның арқасында мылтықпен қаруланған Орал казактарының қазақ ауылдарына шабуыл жасап, малын айдап әкетуіне тосқауыл қойды. Қазақтар Жайық өзенінің жағалауына қоныстануға мүмкіндік алды. Көтерілістің себептері қандай? Біріншіден, шекара шебінің ішкі жағына уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптар қатая түсті. Екіншіден, Орал казак әскерлері тарапынан қазақ даласындағы әскери іздестірулер тоқтатылмады. Үшіншіден, Нұралы ханның және оның төңірегіндегілердің беделі жыл сайын төмендей берді. Ол бірте-бірте патша өкіметінің қолындағы қол шоқпарға айналды. Зерттеушілер Сырым Датұлы жөнінде не жазды? Михаил Вяткиннің Сырым туралы зерттеуінде туған елі Сырымның жанқиярлық ерлігін, кемеңгерлігін, шешендігін ерекше қастерлеген. Оның ел ішіндегі дау-дамайға жасаған әділ төрелігі турасында халық жадында көптеген аңыздар сақталған. Яков Гавердовский Сырым Датұлы өзінің байлығымен де, халық алдындағы беделімен де ханнан жоғары тұрды деп батырды ерекше сипаттаған. Көтерілістің тарихи маңызы қандай? 14 жылға созылған бұл азаттық күрес отан тарихында аса маңызды оқиғалардың бірі болды. Күрес Ресей патшалығының араласуымен кіші жүздегі хан билігінің әлсіздігін анық көрсетті. Ел басқару ісіне бірқатар әкімшілік өзгерістер әкелді. Ұлт-азаттық көтерілістің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, қазақ жеріндегі ең ұзаққа 14 жылға созылған отарлық езгіге қарсы көтеріліс болды. Патша үкіметін қазақтармен санасуға мәжбүр етті. Патша үкіметі қазақ руларына Жайықтың оң жағасына өтуге, мал жаюға рұқсат етті.